Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжені өз әдісімен қалай дайындайтынды көрсететін боламын. Қажетті заттар: бұл жерде күріш, қызыл үрме бұршақ, ақ және сары жүгері, ақ үрме бұршақ, бидай, маш және ноқатты қолдандым. Сіздер бұл нәрселерді қолдануда міндетті емес, қалаған дәнді дақылдарыңызды қолданып пісіре бересіздер. Әр өңірде наурыз көже әртүрлі пісіріледі. Мен ноқатты бір күн алдын жылы суға салып жібітіп алғанмын. Ноқатты осылай бір күн алдын суға жібітіп қойсаңыздар, ноқаттың көлемі үлкейіп және пісуі де оңай болады. Ал енді бісміллә деп бастаймыз. Ең алдымен біз таза суымызға қазымызды салып қайнататын боламыз. Үлкен қасықта бір қасық тұз салуды да ұмытпаңыздар. Ал біздің қазымыз қайнап шығамыз дегенше, мен екінші жақта қызыл үрме бұршақ және машты бір рет суға қайнатып алатын боламын. Бұл не үшін керек десеңіздер, маш және қызыл үрме бұршақ өзінің түстерін шығаратын болады. Мысалы, маш жасыл болғандықтан оның суы көріп тұрғандарыңыздай жасыл түске боялады. Ал сіздер бір қайнатып көжеге қосатын болсаңыздар, маш өзінің жасыл түсін шығармай көже әдемі мөлдір болады. Қараңыздар, қызыл үрме бұршақ та өте қызыл түсін шығарады. Бұл жерде толық пісірудің қажеті жоқ. Кішкене қайнап шыққаннан кейін бір 10 минуттай қайнатсаңыздар жетеді. Міне біздің қазымыз қайнап шықты. Шыққан көбіктердің барлығын тазартып алып тастаймыз. Көбігін тазалап алып тастағаннан кейін қазымызды жақсылап тіс шұқығышпен тесіп алыңыздар. Сонда қазыңыз жарылмай әдемі піседі. Тесіп болғаннан кейін біз қазанымызға ноқатымызды және ақ және сары жүгерімізді саламыз. Бұл екі дақыл бізде ең ұзақ қатты дақыл болып келеді, сондықтан біз қазымен бірге оны пісіре береміз. Арадан 1 сағат уақыт өтті. Міне қарасаңыздар, біздің жүгеріміз және ноқатымыз кішкене жібіп пісуге жақын қалды. Енді кезекте біз ақ үрме бұршағымызды және бидайымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап жуып саласыздар міндетті түрде. Бұл жерде біздің барлық дақылдарымыз бір уақытта піспейтін болғандықтан, бірінен соң бірін салып жатырмыз. Ал енді тағы да ақ үрме бұршақ пен бидайды 1 сағаттай қайнаттық. Міне қараңыздар, ақ үрме бұршақ және бидайымыз кішкене жарылып пісуге жақын қалды. Ал енді біз бір қайнатып алған маш және қызыл үрме бұршағымызды салып, тағы да қайнатуды жалғастырамыз. Тағы да 1 сағат уақыт өткеннен кейін біз барлық дақылдың пісуге жақын қалғанда ғана күрішімізді саламыз. Өйткені бізде күріш өте тез піседі. Күріш салғаннан кейін кішкене бір 15 минуттай қайнатсаңыздар жетеді. Ол аралықта біз қазымызды алып, кесіп турай береміз. Өйткені күріш пісем дегенше біз қазымызды суытып, кесуге дайындай береміз. Мінекей біздің күрішіміз де пісіп шықты. Енді қазымызды 4 бұрыш етіп турап, осы наурыз көжемізге қайтадан қосатын боламыз. Қазының дәмімен және де пайдалы дәнді дақылдармен дайындаған біздің наурыз көжеміз пісуге жақын қалды. Мінекей барлығын жақсылап араластырып аламыз бір рет. Өте дәруменге бай біздің наурыз көжеміз мінекей дайын болды. Енді біз оған айранымызды қосып араластырып аламыз. Сіздер сүзбе немесе құртты езіп қоссаңыздар да болады. Менде олар болмағандықтан мен айран қосып жақсылап араластырдым. Наурыз көжені ыстықтайда және салқындайда ішсеңіздер өте дәмді болады. Ал барлықтарыңызға әз наурыз құтты болсын. Келесі наурызға 4 көзіміз түгел аман есен жеткізуді Аллам нәсіп етсін. Ас болсын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін.